Мыңгиней старт берілді және старттан бізде Бұхара кешірек старттық бокстардан кешірек шықты. Ал бірінші орынды бізде алдыңғы шепті алып келе жатқан Абабил және Арабията. Екі тұлпар бір-бірімен таласып келе жатыр. Уника, 4-ші номердегі Уника. Қазір бізде Абабил екінші орынға ағысты. Сырт жақпен Уника әлі тұлпарлар басын тартып келе жатыр. 1600 метр. Бұл орташа қашықтықтағы ат шабысымыз. Арабията және Абабил. Және табандап келе жатқан Балхадиш пен Уника 3-ші және 4-ші шепте келе жатқан тұлпарларымыз. Абабил іш жақпен өте өз-өзіне сенімді келе жатыр. Және Арабията да сенімді келе жатыр. Екі алдыңғы шептегі тұлпар бір-бірімен таласуды да бастап кетті. Соңғы бұрылысқа тұлпарларымыз жақындап қалды. Бұл жерде Абабил алға шықты. Абабил жарты корпус алда келе жатыр. Ізінше келе жатқан Арабията, Уника және Балхадиш тұлпарларымызды жылдамдата бастады жәкейлеріміз. Абабил алда 3 корпус озып келе жатқан жайы бар. Екінші орында бізде келе жатқан Арабията. Уника екінші орынға таласқалы келе жатқан Уника атты тұлпар. Ал бірінші болып жүлделі орынды жеңіп алған Абабил. Екінші болып келген Арабията. Үшінші Уника. 4-ші Балхадиш. 5-ші болып келген Аяна Аттак атты тұлпарларымыз. Керемет, Оразалин Ғалымжан ағамыздың тұлпарлары 2-ші жыл қатарынан байталдардың маңызды жүлделерінің бірі қазақстандық Мыңгинейді ұтып тұр. Құттықтаймыз. Бұл жоспарым болған жоқ. Байтал туралы енді біліп жатырмыз. 2 ай жұмыс істеп жатырмын да, енді танып біліп. Почувствовать, самое главное, по скачке, да. Проехалось хорошо, доволен полностью результатом. Балалардың еңбектері, қыс бойы жұмыс істеген. Соларға рахмет, Оразалин Ғалымжанға рахмет. Біздің командамыз общий победамыз. Ал бүгіндік классикалық ат шабысында жарыс жолына тағы да тұлпар тізгіндейсіз бе және қандай? Жоқ, тізгіндемеймін. Екінші двухлеткаларға әкім шабады, Қожақов әкім шабады. Қадірлі көрермендер, олай болса біз келесі классикалық ат шабысына кезек береміз. Бізде Абабил есімді тұлпарды тізгіндеген дәл қазір Әсет бауырымызға алдағы жарыс жолында сәттілік тілейміз. Сонымен құрметті көрермендер, бүгінгі классикалық ат шабысымыздың Қазақстан Мыңгинейінің жүлдесіне ие болған. Бізде 2-ші нөмірдегі Абабил атты тұлпарымыз 1,5 миллион жүлде қорының иесі. Абабил тұлпарымыз Оразалин Ғалымжанның тұлпары, Мақажанов Дидардың баптауда тұрған тұлпар, Бекжанов Әсеттің тізгініндегі тұлпар Абабил атты тұлпарымыз 1600 метрді мәре сызығын бірінші болып кескен болатын. Бұл Қазақстан Мыңгиней жүлдесінің жеңімпазы. Оразалин Ғалымжан ағамыздың тұлпары. Оразалин Ғалымжан ағамыз өздеріңізге белгілі, осы классикалық ат шабыстың жеңісті тұғырынан көріп жүрген, осы ұлт пен ұлттық спортқа үлкен үлесін қосып жүрген ағаларымыздың бірі. 1 минут 53 секундта 1600 метрді бағындырған. Бұл керемет көрсеткіш, және Ержан ағам айтып өткендей, осы классикалық ат шабыста жақсы көрсеткіш көрсеткен тұлпарларымыз Дубай қаласында Мейдін ат шабарында Қазақстан намысын қорғайтын болады. Бұл дүниежүзіне Кабирхан секілді Қазақстан таныту мақсатында Абабил 1,5 миллион бүгінгі жүлде қорының иесі. Оразалин Ғалымжан ағамыздың тұлпары, Мақажан Дидардың баптауында тұрған тұлпар, Әсет Бекжановты құттықтаймыз. Әсет Бекжанов тізгіндеген тұлпар.